бауырларымыз бар, туысқандарымыз бар. Соларды тартуға, не қылуға тырысайық. Жаспыз ғой. Біреу бір не айтатын болса, соны еліктеп кетеміз, не қылып кетеміз. Сен бір қызықтырып айтатын болсаң, ол да еліктейді да. Бірақ барымызша және де мінез құлықтарымызды жақсартайық. Біз әрқайсымыз, осы жерде отырған әрқайсымыз, біз исламның яғни былай айтқанда бетке ұстарымыз. Ертең сен бірдеме істейтін болсаң, сол істегенді не дейді? Мешіттің балалары осылай істеп жатыр. Бәріміздің мойнымызда үлкен аманат жатыр. Мешітке бір кіргізбеу деген. Негізі мынандай бір не болған екен? Оқиға болған екен. Бір патша болған. Сол патшаның былай айтқанда мынау несі болады? Шут, орысша шут дей ме? Жаңағыдай ойнататын, әрдайым күлдірететін сондай бір несі болады. Әзіл қой. Соған бір күн айтады: сен егер де мені алдап қоятын болсаң, саған ат басындай алтын берем дейді. Кейін ол әр қалай келеді, жаңағыдай патша әрдайым тауып қояды. Мынандай киім киіп келеді, патша тауып қояды. Былай киіп келеді, тауып қояды патша. Бір күні ол не қылады? Ол кетіп қалады. Барып, сонау бір таудың басында бір үңгірге барып тығылады. Сол жерге барып зікір қылады. Зікір қылады, бір ай өтеді, 2 ай өтеді. 2 айдан кейін бұның жаңағыдай аты шыға бастайды. Сонау жерде бір кісі бар екен, әулие кісі екен. Сол кісі жаңағыдай сөйтіп сол аты шыға бастайды да бұл кісінің. Сөйтіп бәрі бұған бара бастайды. Бір күні патша ауырады. Ауырады да жаңағы емін сұрайды, анадан сұрайды, мынадан сұрайды, ешкім емін таппай қояды. Ол сөйтіп жаңағыдай неге барады? Естейді, адамдардан естейді, уәзірлерінен естейді. Осындай бір анау таудың басында бір әулие шығыпты, соған барайық дейді. Әулие болғанда енді жаңағыдай салиқалы кісі деп айтады да. Сөйтіп бұл кісі барады, кейін айтады: сен дейді маған дұғаңды қыл дейді. Мен саған мынау үлкен көп алтын нелер алып келеді, байлықтар алып келеді. Осының бәрін саған беремін дейді. Ол айтады: жоқ дейді, мен алмаймын дейді. Мен алмаймын дейді. Ол айтады: патшалығым жартысын мен дейді. Айтады: алмаймын дейді. Мен саған дұғаңды қылайын дейді, бірақ мен бұл байлықтарды алмаймын дейді. Сөйтіп бұл дұғасын қылады, бұл сөйтіп қайтады. Ертесінде жаңағы кісі патшаға келеді, патшаның алдына келеді. Айтады: ей патша дейді, кешегі кісі мен едім дейді. Бірақ сен мені танымадың дейді. Енді маған қазір ат басына алтынды бер дейді. Патша айтады, таң қалады: мен ұтылдым дейді осы жолы дейді. Бірақ мен бір таң қалып тұрған нәрсем бар дейді. Неге сен сол кезде жаңағы мен саған ол кезде ат басынан да үлкен байлық алып келдім ғой, соны неге алмадың дейді. Ол кезде сен алғанда мынау қазір ат басында алтыннан мен 10 есе көп беріп тұрған едім ғой дейді. Ол не дейді? Мен дейді, яғни салиқалы кісілердің атына кір келтіргім келмеді дейді. Сол себепті мен оны алмадым дейді. Сөйтіп патша бұған несін береді, бірақ осыдан кейін не қылады? Бұл сол жолды қайтып жалғастырып кетеді. Содан кейін бұл үлкен әулие болып танылып кетеді. Біз әрқайсымыз сондай адамбыз. Яғни қандай да бір істеп қоятын болсақ, бұл ертең мешіттің атына кір келеді. Бұл біздің неміз. Әрқайсымыз ойлаңдар, сен әрқайсың былай айтқанда мынау жаңағыдай Иманғали орталық мешіттің бас имамы деп ойлап қойыңдар да. Егер де мен қазір бүйтіп істеп қойсам, халық мені не деп ойлайды? Халық маған қазір қандай сөз айтуы мүмкін? Халық айтуы мүмкін ба? Мынау мешіттің жастары осылай істеп жатыр, намаз оқитын адамдар осындай істеп жатыр деп айтуы мүмкін ба? Осындай нәрселерден сақтануымыз керек. Сондай біз наоборот сондай жақсы істер істеуіміз керек. Халық айтатындай: мынау машалла мешітке барып жүрген жас балалар, осындай жастар шығару керек. Балаларымызды осыларға беруіміз керек. Балаларымызды мешітке жіберуіміз керек. Қазір бәрі қорқып қалғанда, балаларын мешітке жіберсе, мешіттегі ваххабистер, мешіттегі аналар, мыналар. Неге? Өйткені оның бәрін өзіміз істеп алдық, өзіміз қорқытып алдық, өзіміз не қылып алдық. Әрқайсымыздан бір қателік кетті. Бәріміз кінәліміз. Мен кінәлімін, сен кінәлісің, бәріміз кінәліміз. Бірақ сол кінәні әлі де кеш емес түзеуге. Қазірден бастап қолға алсақ болады. Қолға алайық, жұмыс істейік. Қазірден бастап мінездерімізді дұрыстайық. Сондай істер істеуіміз керек. Сондай, яғни біз таптаза
яғни киімімізде жүрген жаңағыдай үлгіміз бәрі дұрыс болу керек та. Сондай бір салақ не киінбей таза жүрейік, четко жүрейік. Айтатындай да, машалла, ана мұсылман жігіттер маша тап-таза жүреді екен. Пайғамбар ешқашан да кір жүрмейтін. Тап-таза болып жүретін пайғамбар. Пайғамбар әрдайым әдемі киім киетін. Біз де әдемі киім киейік, бірақ шариғатқа сай киім киейік. Тырысып тұрмайтын, не қылмайтын кең киім киейік. Бірақ яғни елдің көзіне түсетін де киім киме. Ертең ел мыналар бахавистер деп айтатын, яғни ертең біздің жолымызды жабатын нәрселерді істемей керек. Иншалла әрқайсымыз бұл іске басымыздан жауап береміз қиямет күні. Сақал өсірдің бе, басқа тақия кидің бе, сен мұсылмандықтың былай айтқанда мойныңа міндетін алдың, соған ертең жауап бересің.